себепкер болып жатыр. Намаз оқымайды деудің қатарында кейбір қатты кеткен адасқан бауырлардың, олар кәпірлердің дүниесін алса болады, кәпірдің дүниесі халал, әйелі халал, малы халал деп кеп лаңкестікке, осындай бір жаңағы жауыздыққа жол ашып алып жатыр. Осының бәрі не үшін керек еді? Мұсылман күзейтін адам ба, мұсылман дүзейтін адам ба? Біз білейікші, мұсылман от сияқты өртей ма, жоқ жаңбыр сияқты гүлдете ма? Егер Алла Құранда айтқан болатын болса, "Уама арсалнака илля рахматан лил аламин", ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, біз сені әлемге мейірім ретінде жібердік дейді. Қайда ол мейірімдер? Қайда ол нәрселер? Қоғамда сені көріп, мұсылмандар ішкен арағын тастасам деп, батқанда күйеуінің жаңағы араққа батқандығын көріп, әйелдің жүрегі ауырып жатыр. Соның жүрегіне ем бол. Әруаққа сыйынғандар бір Аллаға сыйынуға шақыр. Палшының сонысын алданғандарды қайтар. Зинақорлықтан тый, нашақорлық, маскүнемдік, қанша деген қылмыстар, қыздардың абыройы ашылып, далада киінген жалаңаш күйінде кезіп жатқан кезде, соны етегін созып, батқан кезде соның бар келетін нәрсеге үйретуменен керек жоқ. Мәселен, біз шайтан азғырып қалмасын. Некенің бұзылғаны таяқ жеп жатқан айналып кеп өзіміз мұсылман қыздың әкесі не, оның намаз оқымайды, кәпір дейміз, қарында салып кетеміз, жауапкершілік жоқ, алып келеміз, ертең тастай саламыз. Ол қыз ертең ана әкесін ренжітіп кеткеннен кейін, ана жігіт тастағаннан кейін баратын шығатын қыры жоқ, түсетін сайы жоқ, не істерін білмей қыз жылап қалып жатыр. Талақ көбейіп жатыр. Ал Алла Құранда айтады, Талақ сүресінде талақтың шарттарын, талақтың болмауын айтып келеді, айтады: "Ва каййим мин қарияtin атат ан амр раббиха ва русулихи фахасабна хисабан шадида ва азабна азабан нукра" дейді. Талақ туралы, неке туралы айтып келеді. Қанша деген қалалық тұрғындар болды, қанша деген елдер болды, Аллахқа қарсы шығып, оның елшісіне қарсы шыққан себепті біз олар қатты есепке алдық, оларға қатты азап бердік дейді. Кейбір тәпсірде ғалымдар айтады, талаққа қатысты аяттардың арасында тұрғаннан кейін дейді, егер қайсы бір қоғамда, мұсылман қоғамда талақ көбейсе, ол қоғам өспейді, өшеді дейді. Біз өзіміз өшіріп жатырмыз. Бұған хадистерде дәлел болады. Иблистің жақсы көретін күнәсінің біреусі мұсылманның семьясының бұзылуы. Сен жауап әкесі қатыспады, шешесі қатыспады, осыдан келдіңде жауапкершілік оңай алған нәрсе оңай құриды. Жаңағы сол үшін осындай қарындастарымыз айтамыз, қарындастарымыз, айналайын, жылап қалмаңыздар, алданып қалмаңыздар. Міндетті түрде әкенің батасы, міндетті түрде шешенің тілегі, міндетті түрде ол сені алғысы кеп тұрса шыдасын ол жігіт, сені пайдаланып кетпесін, ол сен барсын. Екі әйел қыз бен жігіт қосылған кезде ол қыз бен жігіт қана қосылды емес. Қазақ айтады, былай айтқанда ұл өссе тынысың кебеді, кеңейеді, қыз өссе өрсін кеңейеді дейді. Өрсін ол шариғатқа сәйкес нәрсе. Сол үшін Құран аятында да неке қиылғаннан кейін сүннет бойынша қылатын аяттардың бірісі, Ниса сүресінің алғашқы аяттарында, ода туысқандық қарым-қатынас үзуден қорқыңдар дейді. Қыз бен жігіт үйленгеннен кейін әке шешеде араласуға жол тастау керек. Араласу керек. Олар да қуансын, өсірген, өндірген қызының бірақ та бой жетіп жақсы кісіге шыққанын көріп, дастархан басында қуанып отырсын. Ұлының өсірген, өндірген ұлының көріп, жақсы келін тапқан алып, ол да қуанып отырсын. Енесі келіннің қолынан шай ішіп қуанып отырсын. Байтқанда қайынжұрт күйеу баласының байтқанда өзінің үйінде қызмет жасаған көріп, ол да қуанып отырсын қызының жары бар. Байтқанда туысқандарға қуаныш сыйлаудан неге қашамыз? Шайтан азырып кетпесін. Шайтан азырып кетпесін. Шайтанның әрқашанда адамның дұшпаны, ол әрқашан адам баласын адастырғысы келеді. Пайғамбар айтқан: "Ва иякум вал ғулу", сендерге дінде шектен шығуға тыйым салынады деп пайғамбар айтып кеткен. "Ва иякум вал ғулу", діннен шектен шығуға тыйым салынады деді. Неге деді? Өйткені ілгергі қауымдар деді, дінде шектен шығудан деді, құрыды деді, жойылып кетті деді. Жойылып кетіп жүрмейік бауырлар. Орта тұсты ұстайық, білейік, санасайық, ілімі бар адамдар, тәжірибе адамдармен, интернет, болмайтын нәрсеге сүйеніп алып, соны ілім екен деп ойлап, өзінің қаттылығыңды бір тақуалық деп ойлап қалып жүрмейік. Жоқ, ол емес тақуалық. Тақуалық міндетті түрде ілімге сүйенуге тиісті, ілімге негізделуге тиісті. Ғалымдар айтады, "Әл-амалу биля илмин джинаятун", ілімсіз амал жасау қылмыс дейді. Қылмыс жасап жүргендерін боққап жүрмейік біздер. Одан кейінгі және де бұл жерде айтып кетейін дегеніміз, намаз оқымаса күфір деген үкім жоқ. Бірінші сөз Шейх Усеймин айтқан сияқты, "Ал-аслу фиман янтасибу лил ислам бақау исламихи", кімде-кім мен мұсылманмын деп тұрса, мұсылман деген сөзбен бастаймыз. Одан кейін осы жаңағы намаз оқымау күфір үкіміне байланысты біз жоғарыда түсіндіріп айтып кеттік. Оның қаншалықты ілімге сүйену керек, оның дәлелге сол, дәлелсіз болып отқан пікірлер, балалардың өзінше еліктеулері, бірақтан кей кезде мынандай нәрсені біз байқағандай болып тұрмыз.
Адам қазақта мынандай мақал бар. Келінің бетін кім ашса сол ыстық дейді. Халил кезінде біреуге ұстаз болды, біреуге Құран аятын үйретті, біреуге араб тілін үйретті, біреуге намаз үйретті. Оның жүрегіне сол сөздеріменен, ісімен сіңгеннен кейін, оның жаңағы дұрыс жағын көргеннен кейін бұрысында сіңіруге бір бейімделу бар сияқты болып қалады екен. Ол бауырымыз ғой, ол ілім егесі ғой, ол айтты ғой деген. Жоқ, ол онымен шектелмейді. Ақиқат әрқашан шартқа сәйкес болса ақиқат, ғалымдардың сөзіне сәйкес болса ақиқат, ол бір жеке адамның оның беделімен өлшенбейді. Беделді айтқан адам үшін болды, осыны дұрыс деп ойлап қалмайды. Сол үшін біз естіп қаламыз, Халил бауыр айтқан, намаз оқымаса ол қандай болсын, не болсын, намаз оқымаса да жеке адамның өзіне күфір үкімін шығарамыз деген сөздер айтылып жатыр екен. Бұл егер болатын болса қате, дұрыс емес, ондай нәрсе жоқ бауырлар, ондай емес. Ешқандай намаз оқымаса болды кафір деп айта салу. Бұл үлкен қателік. Баса айтамын осыны сіздерге. Сақ болыңыздар ондай ойдан. Ширкке ұсынған мұсылмандар арасында айырмашылық бар екенін естен шығармайық. Иә, біз оларды мысал ретінде келтіреміз. Олар осылай істеуші еді, олар осылай табынушы еді, олардың сыйынған пұттары ана бабаларының әруағын елестету үшін қойған мүсіндер еді деп айтамыз. Бірақ олардың дәлме емес аржаны түсіндірмелер бар. Қарауымыз керек. Ол пайғамбарымыздың кезіндегі мүшриктер қандай еді? Қазіргі кездегі біздің намаз тастаған кісілерге қарайық. Олардың кездегілер пайғамбарын мойындаған жоқ. Олар Худайбия сұлхында Мұхаммед Расулла, Мұхаммед Аллахтың елшісі деген кафірлер мен мұсылман арасында келісім отырған кезде Мұхаммед Расулла, Мұхаммед Аллахтың елшісі деген сөз жаңда Аллахтың елшісіне сөз өшірмесеңдер келіспейміз. Біз оны Аллахтың елшісі мойындамаймыз деген. Ал қазақтың кез келген баласынан сұрашы, намаз оқысын, намаз оқымасын, үлкенінен кішінен сұрашы, Мұхаммед кім десең, пайғамбарымыз ғой дейді. Балалардың атын қойып жатыр, Мұхаммед деп. Не үшін? Ар жағында сезім болғаннан кейін. Одан кейін бұл бірінші ұқсамастық. Екінші ұқсамастық бар. Ол кездегілерге намаз оқытпады мұсылмандарға. Намаз оққанды көрсе ұрды, соққыға жықты, қылқындырды, пайғамбардың үстіне түйенің шек қарын төп кеткендер адамдар бар. Намаз оққан көрсем басын аяқпен басам дегендер болған. Арайталлази янха абдан иза салла деп олар сипаттарды. Көрмейсің бе, құл намаз оққан кезде тыйғанды деп айтып кеткендер бар. Ал қазір қазақтың үйіне барда, ол тіпті арақ ішетін болсын. Мен намаз оқиын деп едім десем, мына мата жарай ма, мына мата жарай ма? Қай су, мынаны су керек па, жыл су керек, мұзай су керек па деген сөз айта бастайды. Яғни сенің намаз оқуға мүдделі. Қай үйде оқисың? Мына жерде ме, мына жерде ме? Тезірдің даусын басайық ба, бала жыламасын ба? Шығып кетейік па, тұрай берейік па деген сияқты. Мен жеке басым қанша рет көрдім, үй емес, пойызда жатқан кезде. Кешіресіздер ма? Мен бір жерде сәл ғана аяқтарыңыз көтеріп тұрсаңыздар, мен бір 5 минут намаз оқысам, мүмкін шыға тұрайық деп айтады. Өшіре тұрайық деп айтады. Сол үшін бұл жерде бұл және бар нәрсе бар екен естен шығармайық. Одан кейін олар ол кез мүшрик Құранның аятын Құдайдың сөзі деп мойындамады. Олар не деп айтты? Фақала ин хаза илля сихру юсар, ин хаза илля қаулул башар. Бұл Құран деген ол Құдайдың сөзі емес, бұл адамдардың басына ұртатын сиқыр, бұл деген адамның өзінің ойлап тапқан сөзі деген сөз айтқан ол мүшриктер. Ал біздің қазақтың үйінде Құран жоғары жерде тұр, сандықта тұр, ағматада тұр. Құран үйінде мешітке барып Құран оқытып жатыр, үйіне молдан шығарып Құран оқытып жатыр. Содан өлгеніне сауап баратып жатыр, өзіме берекет келеді деп жатыр. Алақан жай бетін сипап, содан бір үміт күтіп отыр, жақсылық күтіп отыр, шипа күтіп отыр. Мейірім күтіп отыр сол Құраннан. Олар Алла Құранда айтқан сияқты, ал қазақтан сұрасаң, Құран не десең? Құдайдың сөзі дейді. Алланың сөздері рас деп оны ұлықтап қояды. Рас сөз ешқашан жалған болмас деп айтады. Құрметпен қарайды. Олар оны мойындаған жоқ. Және де Құранды сүйеді қазақтар. Кейбір жерден біз оны сүннет деп айтпаймыз, бірақ олардың Құранға деген құрметін білдіру үшін айтып жатырмыз. Бұнда бауырлар түсіне кетіңіздер. Мысалға бір жерде Құран оқитын болса, имам кісі келіп, молда яки болса Құран оқитын болса, бәрі тыныш отыра қалады, шуламауға тырысады. Тіпті кейбір жерде мен көрдім ауылдық жерлерде бастарына тақия кию керек. Әйел кісі орамал отырып, жалаңбас отырмау керек. Құран оқушын әйелдің жалаңбасы, орамал тағу міндет емес. Бірақ олар білген, ілгергі апалары, ілгергі әжелері, орамал таққан адамдар, соларды естеріне қалған елестер. Сол үшін олар Құранды құрметтеген деп, сол үшін әйелдің кісі басына майлық қойып, болмаса басына салфетка қойып отқан кісілер көреміз. Не үшін? Құранға деген құрмет, Құранға деген сүйіспеншілік жатыр ар жағында. Сонау уақытын бөліп намазын білмегендіктен мешітке келіп имамға деп Құран оқыса екен деп, имам Құран оққан кезде сондай үйіп тыңдап, дыбысын шығармай, алақайын бірге жайып отыратындар қанша адамдар бар. Ал пайғамбар Мұхаммед Мұстафа кездің мүшриктер кімдер? Құран олар сипаттайды. Олар дейді, олар дейді ол кездегілер мүшриктер, Құдайдың түсірген Құранын жеп көрген дейді, ұнатпаған дейді.
Құран аятына келген сияқты, ойда тұтла алейхим аятуна дейді. Оларға Құран аяттар оқылатын болатын болса дейді, не дейді? Тоқтатуға тырысады дейді да. Шекелер тырысып Құран адамға зәбір көрсетуге ұмтылатындар болған. Мұны осындай бір ұқсамайтын жерлер бар. Ал енді жаңа жерде айтатын болсақ,